Оразаға 23 күн қалды. Әбу Хурайра оған Алла разы болсын, Алла елшісінің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бұлай деп айтқанын жеткізеді. Адам баласының әрбір амалы еселенеді. Әрбір жақсылық сауабы 10 еседен 700 есеге дейін көбейтіледі. Алла тағала бұлай деді: бұған ораза кірмейді, өйткені расында ораза мен үшін ұсталады, және оның сауабын өзім беремін. Себебі ол шахуаты мен тамағынан мен үшін бас тартады. Ораза ұстаушының екі қуанышы бар. Бірі ауыз ашқандағы қуаныш, ал екіншісі өзінің Раббысымен кездескендегі қуаныш. Сондай-ақ ораза ұстаушының аузынан шыққан ес Алланың қасында жұпар әтірдің иісінен де ұнамды.